Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қызылшадан кекс дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, комментарий жазсаңыздар, өте қуана жауап беремін. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге қызылша, күштен өткізілген 3 жұмыртқа, барлығын бірден жарып, кейін араластырсаңыз болады. Лимон цедрасы және шажаны, тұз, сұйық май және қант. Осының барлығын жақсылап араластыруымыз қажет болады. Миксермен немесе қолмен. Келесі кезекте күштен өткізілген ұн және қопсытқыш. Барлығын миксермен араластырып аламыз. Оған дейін біздің пешіміз қызулы болу керек. Пешімізді 180 градусқа қойып, 45-50 минуттай пісіреміз. Балаларға жеңіл болсын деп, осылай кішкентай кексті деп пісірдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыз.